Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге мақсат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, 2022 жылы әскери баспана бағдарламасына Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі қызметкерлері алғаш қатыспақ. Анау жолы өзімнің жалпы мақсатпен Instagram каналымда тікелей эфир жүргіздім, осы YouTubeға видео түсіріп бердім. Тікелей эфир жүргізу барысында көптеген жандар келесі сұрақ қойды. Мақсат мырза, қалай ойлайсыз, әскери баспана бағдарламасы біз қосылдық, қалай жүзеге асуы мүмкін деп. Осы сәтті ескере отыра, жалпы жеке өзім ойым пікірімді сіздерге жазып беруді жөн көрдім. Мына жерде жазылған сан, тағы да бағанағыдай процесс бәрі ойдан шығарылған. Үлкен өтініш. Бұл мен жеке пікірім. Осылай болады-ау деген. Әскери баспана 2022. Достар, үлкен өтініш айтпақшы. YouTube каналыма подписка жасап қойыңыздаршы. Подписаться. Шамал астыға түсірсеңіздер, қызыл тұрады. Подписацияны басып қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Рахмет бассаңыз. Бір кісі сұрақ қойды. Мақсат мырза, бұл негізі дұрыс емес қой. Біз қалай қазір жақында ғана тұрғын үй төлемдерін ала бастадық, қалай біз толыққанды бәрімен бірге вознаграждение бойынша сайысқа түсіп кетеміз, жарысқа деп. Енді менің жеке пікірім бойынша толыққанды барлықтарыңыз бүйтіп бөліп тастайды. МВД бөлек, МО бөлек, СГО бөлек, КМ бөлек. Барлықтарыңызға бөлек-бөлек лимит береді. Яғни бағдарлама бір уақытта болса да бөліп қояды лимитті. Мысалға мен әжді образына жазып қойдым, 500, 500, 500, 500, 500. Сонда менің ойымша шамалы адалырақ, дұрысырақ болады. Яғни МВД мен КЗМО екеуі бірге кететін болса конкурсқа, әрине ол жерде түсінікті. Яғни бұл кісілер бір шамалы жыл бұрын алдын ала жинап вознаграждениені көтеріп тастады. Міне қараңыздар, қалай болатын достар. Менің ойымша жалпы айтып отырмын, МВД-ның ішінде бөлек, МО-ның ішінде бөлек деп, мінекей негізгі және резервтік тізім деген болады. Жеке пікірім достар. Яғни, мінекей бірден біз айттық қой 500 орын лимит ретінде беріледі деп. Мысалға, яғни бірден 500-ге дейін негізгі тізім келінеді. Бірден 500-ге дейін негізгі тізім. Яғни, ол жандар өтті деген білдіреді. Яғни, бұл тізім қалай құрылады? Кімнің вознаграждениесі үлкен? Ең үлкен вознаграждениесі бар адам бірінші тұрады. Одан вознаграждениесі төмен екінші тұрады. Үшінші сол принциппен кете береді. Вознаграждениесі төмен адам мысалға 500-ші тұрады. Өткендердің арасында основной тізімнен, негізгі тізім. Одан кейін резервті тізім деген болады. 501-ден где-то менің ойымша резервті тізімге ары кетсе бір 10% алынады. Жалпы қатысушылардың. Бұлар не үшін керек? Мысалға, бұлардың да вознаграждениялар бар, бірақ бұлардың вознаграждениялары негізгі тізімге өткендерден төмен. Резерв тізімнің өзінде де кімде жоғарысында, кімде аз төмен қарай түсе беретін болады. Енді негізгі тізімнен кім банкқа бар төлем қабілеттілігін растай алмайтын болса, көп жағдай болып жатады ғой. Мысалға, несие тарихы онша емес болды, немесе өзі кемеді, бармады, әртүрлі жағдайлар болып жатады, қымбатты достар. Сол жағдайда резерв тізімнен көтеріле беретін болады. Ескере кетіңіздер, өздеріңіздің жұбайларыңызға ақша жібермеңіздер, достар. Өтініш тұрғын үй төлемдерін өздеріңіздің жұбайларыңызға жібермеңіздер. Негізгі тізімге өтіп тұратын болсаңыздар да сіздерге атқаз келуі мүмкін. Өтініш жұбайларыңызға жібермеңіздер. Міне, көрдіңіздер ғой, яғни резерв тізім не үшін керек? Негізгі тізімге қатысушы өтті, бағдарламаға қатысты, төлем қабілеттілігін қандай да бір жағдайға байланысты растай алмады, кетті, резерв көтерілді, кетті, резерв көтерілді, кетті, резерв көтерілді. Енді төлем қабілеттілігін растауға неше күн беріледі екен, мысалы қызық, сіздерге негізгі тізімге өттіңіздер, конкурс аяқталды, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Менің ойымша 15 күн мен 30 күннің арасында. Жеке мен пікірім. Бір кісілер айтуы мүмкін, неге басқа бағдарламалар бойынша 5-ақ күн беріледі ғой, ары кетсе 10 күн деген мәселелер туындауы мүмкін, негізі 5 күн. Мен сіздерге айтайын. Енді бұл кісілердің жұмыстары көбінесе бағанағыдай полигонда болып қалуы мүмкін, командировкада болып қалуы мүмкін, тағы да басқа деген массово бұл жақта ондай случайшы. Түсінемін, бізде де командировка бар ғой деп айтуларыңыз мүмкін сіздер. Бірақ бұл жерде енді ондай жағдай көп кездесуі мүмкін. Сондықтан менің ойымша 15 күн мен 30 күн арасында уақыт беріледі. Кеттік. Төлем қабілетін растаған жанға 2 ай беріледі деп ойлаймын мен, достар. Төлем қабілеттілігін растадыңыз, сізге айтады. Яғни керемет, енді 2 айдың ішінде баспана тауып, осы міндетті түрде отбасы банкынан несиені рәсімдеуіңіз қажет. Қандай баспана алуға болады? Бірінші және екінші нарық. Екінші нарық енді түсінікті, рұқсат етілген бағандық нысандар бар. Одан кейін кірпіш 60 жылға дейін. Кірпіштен толыққан солған болса 60 жылға дейін алуға болады. Яғни бас салып, кез келген үйді ала беруге болмайды, кез келген жерден де ала беруге болмайды. Отбасы банкында зона кредитования деген түсінік бар. Одан отбасы банкында рұқсат етілген залогтың түрлері бар. Айтып отырмын сіздерге, ең соның үлкені, яғни кірпішті алсаңыздар болады. 60 жыл, ең үлкен жыл сол.
яғни үйдің жасы 60-тан аспау керек деген сөзді соғылғаннан бері. Енді жақсылап тыңдап алыңыздар. Көпшілік, жалпы үлкен қалаларда көпшілік мына бірінші нарықтан алғысы келеді. Бірінші нарықты мен үшке бөлем. Бірінші нарық дайын үйлер, соғылып толыққанды құжаттар дайын тұрған үйлер, бардыңыздар, рәсімдей бересіздер. Мысалға да, екіншісі КЖК, яғни КЖК емес. Бұл соғылу барысындағы үйлер. Мен жазып қойдым, соғылу барысында. Көрдіңіздер ғой? Соғылу барысындағы. Яғни КЖК дегеніміз не? Бұрын атауы ФГЖС етін, Казахстанская жилищная компания. Яғни қалай айтсам болады? КЖК-ның бұл жөнінде видео бар мен YouTube каналымда. ФГЖС деген не деп тұр? Ол енді бұрынғы атауы да, қазір КЖК. КЖК дегеніміз бұл қарапайым тілде айтқан кезде бұл КЖК-ның гарантиясы бар үйлерді сіз отбасы банк арқылы соғылу барысында рәсімдей бересіз. Мысалы, үйге келдіңіздер, көрдіңіздер, бірінші қабат көтеріліп отыр, жақсы сенімді құрылыс компаниясы, ұнап тұр сізге. Болды, давайте мен рәсімдеймін дейсіздер. Болды, ешқандай артық әңгіме болмайды. Соғылу барысында рәсімдейсіз, толыққанды құжаттар дайын болғандықтан, бұл жерде ескере кететін жайт, ИПЖС болғандықтан бұл жерде договор долевой участие болады. Бірінші договор долевой участие жасайсыздар, договор долевой участие жасап болғаннан кейін оған полностью печать қойып не істеп, стройкомпанияға регистрацияға жібереді, сонан регистрация келгенде банкқа келеді, банк актовый данных жасайды. Одан документ, о жақ енді ұзақ әңгіме да. Жалпы қысқаша айтқан кезде КЖК-ның гарантиясы бар деген үйлер бұл толыққанды сенімді үйлер деген білдіреді көп жағдайларда. КЖК емес болса, біз бағана бірінші нарық не деп бөлдік? Дайын үйлер дедік. Дайын үйлер дедік. Одан кейін біз айттық, соғылу барысындағы үйлер дедік. Соғылу барысындағы үйдің өзі екіге бөлінеді. КЖК-ның гарантиясы бар, айттым сіздерге. КЖК емес. Соғылу барысында. Құрылыс компаниясы сіздерге ұнап тұр, бірақ айтады да, бізде ренжіме КЖК, ФГЖС-ның гарантиясы жоқ. Бірақ салығыңыз келіп тұр. Расположениесі ұнап тұр, бағасы келіп тұр. Құрылыс компаниясы сенімдісіз. Ескере кетіңіздер, достар, құрылыс компаниясы сенімді болуы қажет. Сеніп тұрсаңыздар, онда не істейсіздер? Равноценный дополнительный залог әкелесіздер. Естідіңіздер ғой? Равноценный доп залог. Доп залог қою арқылы мына соғылу барысындағы үйді ала бересіздер. Ертең соғылу барысында үйіңіз толықта аяқталып, актовый эксплуатация дайын болып, үйдің техпаспорт құжаттары шыққаннан кейін замена залога жасайсыздар. Мінекей, мынау өзіңіздің дайын болған үйіңіз, мынау залог ретінде қойылған үйіңіз. Аласыздар да, мынау үйді шығарып тастайсыздар да, өздеріңіздің үйлеріңіз орнына қоя саласыздар. Бағана көп адамдар осыны дұрыс түсінбей қалады, доп залог қойасыз. Ойбай, дополнительный залог тұрады екен. Жоқ, достар. Дополнительный залогты сіз соғып бітіре сап шығарып замена залог жасай саласыз. Болды. Үйіңіз бітті ма, замена залог үй шыға салады. Сол қымбат достар, жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына сұрақ қой көпшілік негізі уайымдап жүрген. Неге біз Аймаумен бәрімен бірге боламыз? Ол кісілер баяғыдан бері жинап жүр, тағы да басқа деп. Жоқ достар. Менің ойымша бөлек-бөлек болады. Негізгі және резервті тізімде бөлінеді деп ойлаймын. Төлем қабілетін растауға осынша күн беріледі. Төлем қабілетін растауға 2 ай берілуі мүмкін. Яғни үй табуға. Және де баспана алу барысында осы сәтте ескере кеткендеріңіз жөн. Жалпы тағы да айтамын, бұл мақсаттың жеке пікірі. Яғни өз тәжірибесіне сүйене отыра. Бұл мен жеке пікірім. Ал жалпы ертең отбасы банк бағдарламаның қандай күйінде ұсынады, ол әзірге баршамызға белгісіз. Достар, үлкен өтініш. Мен YouTube каналымда 180-ге жуық баспана бағытында өте пайдалы сабақтардың легі көп. Үлкен өтініш. Подписаться етіп қойыңыздаршы. Лайк басып, подписка жасап, коммент жазып отырсаңыздар, шынында да ол мен үшін бір үлкен бір қуаныш. Аудиториям көбейіп отқаны, бөлісіңіздер, группаларға таратыңыздар, көптеген жандар осыны біліп жүрсін. Вознаграждение не әскери баспана деген не екен білдіріңіз келсе, алдында түсірілген бейнероликтер толыққанды көріп шықсаңыздар болады. Қымбатты достар, сіздермен бірге болған сүйіктілеріңіз мақсат. Үлкен өтініш, тағы да YouTube каналыма подписка жасап қойсаңыздар, бүйтіңізші, мен қазір қолыңызбен тұрсыз, ол экранды көріп отырсыз ғой, бүйтіп жүріңізші, көрдіңіз бе, қып-қызыл шықты мынандай. Подписаться деген. Вот сол шық кетіп басып жүріңізші. Ой, керемет. Рахмет сізге үлкен. Әр қазақстандық баспана болсын, мақсатпен мақсатқа.